Баршаңызға алейкум. Бүгін сіздермен бірге балды тортының қамырын жаюды қажет етпейтін, осылай құйып, үстінен құрағында ғана сеуіп, қолмен басып дайындалатын, небәрі 30 минутта ғана дайын болатын рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, үстіне қантымызды қосамыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап тұрып, ағарып, көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Міндетті түрде ағарғанға дейін миксерлеңіздер. Сол кезде бізде балды тортымыздың бисквиттері жұмсақ болып шығады. Міне бізде қараңыздар, жұмыртқамыз бен қантымыз ағарып көпірді. Енді басқа жаққа қойып қоямын. Пешіміздің үстіне ыдысымызды қойып, ішіне суымыз қайнағаннан кейін үстіне осындай шыны немесе темір ыдысты салып, үстіне балымызды саламыз. Бал міндетті түрде өздеріңізге дәм ұнайтын бал болуы керек. Сол кезде сіздерде торттарыңыз дәмді болып шығады. Міне қазір осылай балды салдым. Енді ерегенге дейін жақсылап тұрып араластырып аламын. Балымыз осылай міне ере бастайды ақырындап. Одан кейін балымыз жақсылап ергеннен кейін үстіне мен ас содасын қосатын боламын. Ас содасын салғаннан кейін қайтадан жақсылап араластырамыз. Сол кезде сіздерде осылайынан ағарып көпіру керек, яғни реакция жүреді, осылай ағара бастайды. Сәл көлемнен ұлғаюы да мүмкін. Одан кейін үстіне біз бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды саламыз. Енді қайтадан жақсылап тұрып араластыра отырып, майымыз ерігенге дейін араластырамыз. Міне біздің сұйықтығымыз дайын. Енді бізді жұмыртқамыз бен қантымызға осы ертіп алған сұйықтығымызды құямыз. Міндетті түрде кішкенеден құйып миксерлеп отыру керек, әйтпесе бізде жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жақсылап тұрып құйып, одан кейін миксерлеп отырыңыздар. Міне тоқтай жақсылап тұрып миксерлеп алдық. Енді қазір үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Бір жолда барлық ұнды салып жібермейміз. 2-3 бөлікке бөліп ұнды осылай салып отырамыз. Сол кезде бізде балды тортымыздың корждары жұмсақ болып шығады. Қазір сіздерге қандай қоюлықта болу керектігін көрсетейін. Бізде өте қатты қою да емес, өте қатты сұйық та емес, міне осындай қоюлықта болуы керек. Енді алдын ала дайындап алған пергамент қағазының үстіне шамамен 1,5 ожаудай осылай сұйықтық құямыз, үстіне құрағанымызды себеміз. Енді қолымыздың көмегімен осылай міне басып шығамыз. Болды. Ешқандай да формасын салып, дөңгелек қылып керек емес. Барлығын осылай жасап алыңыздар. Жұп-жұмсақ болуы керек. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін біз кремін дайындайтын боламыз. Мен кремге қайнатпалы крем қолданатын боламын. Ол үшін сүтіміз ысығанға дейін басқа ыдысқа жұмыртқа, қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, біріккенге дейін араластырып аламыз. Өзде екі қоспамыз жақсылап араласқанға дейін, араласқаннан кейін үстіне жүгері крахмалы, яғни кукурузный крахмал қосып, қайтадан араластырып аламыз. Егер сіздерде жүгері крахмалы болмаса, орнына ұнды қолдансаңыздар да болады. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. Оған дейін сүтіміз де ысып кетті. Қайнатпаймыз сүтімізді. Енді бір ожауда сүтті сұйықтыққа құйып араластырып аламыз. Одан кейін осы сұйықтықты қайтадан кастрөлімізге құямыз. Міндетті түрде орташа қызулы отта жасаймыз. Орташа отта міндетті түрде араластырып тұрып жасаймыз. Бұл қайнатпалы крем менде 5-6 минутта ғана дайын болды. Өте оңай және де тез дайын болатын қайнатпалы крем. Сіздердің минимум уақыттарыңызда ғана қажет етеді. Қараңыздар, міне креміміз біздің қоюланды. Енді қазір осы кремді біз басқа шыны ыдысқа құйып алатын боламыз. Міне мен осындай шыны ыдысқа құйып алдым. Біздің ар жақта барлық корждарымыз да пісіп қалды. Менде барлығы 4 корж дайын болды. Сізге барлығын жасаған көрсетілген жоқпын. Барлығы менде 4 корж шықты. Міне қайнатпалы креміміз дайын. Қайнатпалы кремімізді кішкене салқындатып аламыз. Оған дейін піскен корждарымыздың формасын келтіріп аламыз. Осылайынан кальциямен менде 22 см жасап жатырмын. Кесіп, шеткі бөліктерін аламыз. Шеткі бөліктерін лақтырмаймыз. Осындай измельчителге, яғни ұсақтағышқа салып алып, ұсақтап алып, омен тортымызды әсемдеп сәндеуге қолданатын боламын. Міне осылайынан барлық корждарды жасап шығасыздар. Бізде корждарымыз өте жұмсақ және де өте тез піседі. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шығады. Жоғарыда айтып өткенімде менде 4 коржы шықты. Егер сіздер бұдан да көбірек істесеңіздер болады, сонда сіздерде корждарыңыз жұқарақ болады. 5 коржды жасауға болады. Енді тортты жинауға кірісеміз. Ең астына корж саламыз, одан кейін крем саламыз, одан кейін корж. Тура осы кезекпен барлық тортты жинастырып шығамыз. Бұл торттың ең бір жақсы жері көп уақыт күтіп қажет емес. Кремін жаққаннан кейін 30 минуттан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Біздің тортымыз дайын. Кез келген крем қолдануға болады. Қаймақпен де крем, сгущенкада қолдансаңыздар болады. Егер сіздерге видео
видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан жаңа видеоны ең бірінші болып көресіздер. Кездескенше.